Здравствуйте, меня зовут Суминов. Сәлеметсіздер ме? Менің атым Суминов Александр. Мен мал дәрігермін. Ел байлығы курсына қош келдіңіздер. 25 жыл ішінде мен етті, сүтті, мал шаруашылығы саласының шаруашылықтарында 15 жыл жұмыс істей алдым. Төлдеу кезеңі де маңызды жауапты кезең болып табылады. Жаңадан туылған төлдің сақталуы, оның болашақ өнімділігі мен асыл тұқымды құндылығы оның дұрыс ұйымдастырылуына байланысты. Етті мал шаруашылығы маусымдық төлдеуді ұйымдастыруды көздейді, яғни 2-2,5 айда табынның барлық сиырлары төлдеп болуы қажет. Бұл бізге келесі мүмкіндіктерді береді. Жаста сәйкес бір текті бұзауларды топтастыру, ветеринариялық, профилактикалық шараларды уақытылы және дұрыс жүргізу. Бұл өз кезегінде жас малдың қалыпты дамуына және одан арғы өнімділігіне ықпал етеді. Төлдету маусымын таңдау да маңызды сәт. Оны табиғи климаттық жағдайларда жайылымдардың өнімділігін, тұрақты жем-шөп базасының болуын, қандай да бір үй-жайлардың, қашалардың және басқа да инфрақұрылымның болуын немесе болмауын ескере отырып, жүзеге асыру қажет. Қазақстанның басым бөлігінде төлдетуді қыс мезгілінде өткізген аса орынды. Бұл кезде көбінесе өміршең сау бұзаулар туады. Бұған жайылым маусымнан кейінгі дәрумен тапшылығының, кез келген минералды аштықтың, кез келген макро-микро элементтердің жетіспеушілігінің орын алмауына байланысты сиырлардың қалыпты зат алмасуы ықпал етеді. Сонымен қатар, бұзауларды өсіру, ұстау процесінде біз оларды қара шөппен және құнарландырылған жеммен тамақтандырамыз. Осылайша жайылымға шыққан кезде бұзаулардың асқазан ішек жолдары дәрумендермен, минералдармен байытылған мол көктемгі өсімдіктерді жеуге жеткілікті дамыған болады. Сонымен қатар, сиырлардың сүт өнімділігі де артады. Бұның бәрі бірге жас жануарлардың қарқынды өсуі мен дамуына мүмкіндік береді. Сондай-ақ қыстау кезеңінде және бұзаулардың өсу кезеңінде қажетті ветеринариялық профилактикалық шараларды ұйымдастыру және уақытылы жүргізу оңай. Ең маңыздылары желінен шығарғаннан кейін 3-4 айға дейін жүзеге асырылады. Бұл көбінесе тамыз, қыркүйек айларында болады. Бұзауларды жасына, жынысына қарай біркелкі топтарға қалыптастыру оңайырақ. Оларды қыстаудың басталуына және қыстаудың өзіне оңай төзеді. Сиырлар жайылымлық кезең басталғанға дейін, суалтқаннан кейін, былайша айтқанда жүктемесіз, тағы 1,5, кейде 2 ай бойы салмақ қосып, зат алмасуын қалпына келтіріп, айтарлықтай өнімді сиырларға айналады. Бұл бізге болашақта сау төл береді. Қысқы бұзаулар жазғы ыстыққа оңай төзеді және аз ауырады. Сонымен қатар, аналық инстинктіге қарамастан, бұзаулардың өсуіне байланысты, бұлайша айтқанда, үлкендері кішілердің аналарын еміп қояды. Сондықтан қысымға ұшыраған жануарлар үлкендерге қарағанда аз дамиды. Мұны қыста ұстау кезеңінде, қыста ұстау орындарында басқаруға болады. Бұзауларды сиырға алдымен 3, содан кейін күніне 2 рет жібере отырып, үлкен бұзаулар аналарынан аз сүт алады. Бұл ретте біз осы бұзаулардың жасына қарай бұзаулы сиырлардың тобын құрамыз. Мұндай режимді тамақтандыру әлі де тәбетті және үстеме жемді аса қарқынмен жеуін қамтамасыз етеді. Бұл сонымен қатар, болашақ жас жануарлардың ерте дамуы мен өнімділігі үшін маңызды асқазан ішек жолдарының дамуын ынталандырады. Артықшылықтармен қатар, қысқы төлдеудің кейбір кемшіліктері бар. Атап айтқанда, қысқы төлдеуді өткізу үшін жеңіл болса да, жабық бөлмелердің болуы қажет. Сонымен қатар, сиырлар мен бұзауларды тамақтандыру кезінде
Сиырлар жақында төлдегендіктен жайылымға шыққанға дейін бірнеше көбірек жем жұмсау керек. Көктем жаз айларында төлдеудің кейбір артықшылықтары бар. Сонымен төлдетуді өткізу үшін төлдетуді өткізетін үй-жайлардың болуы қажет емес. Қыста жемді тұтыну бір шама төмен. Өйткені сиырлар, бұлайша айтқанда, құрғақ кезеңде оларда сүт бөлінбейді, сәйкесінше олар аз жейді. Көктемгі жазғы төлдеу кезінде сиырларда дәрумендердің жетіспеушілігі жиі кездеседі. Нәтижесінде дамымаған және әлсіз бұзаулар туады. Сонымен қатар, жаз айларында ветеринариялық профилактикалық шараларды уақытылы ұйымдастыру өте қиын. Көктем жаз айларында сиырлардың сүт өнімділігі артады. Ал сол кезде бұзауға әлі көп сүт қажет емес. Сүттің бір бөлігі желінде қалғандығынан, желіннің кейбір бөліктерінде желіннің қабынуы мүмкін. Ал мұндай сүтті тұтынған бұзаудың іші өтуі мүмкін. Немесе желіннің бір бөлігі, желіннің кейбір бөліктері іске қосылуы мүмкін. Яғни сүт қажеттілігінің болмауына қатысты сүттің бөлінуі кейбір бөліктерде тоқтауы мүмкін. Сонымен, кейінірек бұзауға көбірек сүт қажет болған кезде біз оны қамтамасыз ете алмаймыз. Өйткені желінің кейбір бөліктерінде сүт бөлінуі тоқтаған және біз сиырды тиімді пайдаланбаймыз. Көктемгі төлдеуді өткізу үшін жайылымда қаша ұйымдастырылады. Онда сиырлар төлдегеннен кейін бұзаулармен бірге орналастырылатын кішігірім бөлікті қоршауға болады. Кейіннен төлдеуді өткізу барысында бұзаулары бар сиырлар тобы құрылады. Олар жайылымның басқа бөлігіне ауыстырылады. Көктемгі бұзаулар үшін кейбір көлеңкелі элементтерді ұйымдастыру өте маңызды. Табиғи көлеңкелі элементтер болмаған жағдайда арнайы шатырлар орнатылады, немесе қолжетімді басқа да техникалық сәттермен жабдықталады. Қазақстанның көптеген өңірлерінде жаздың екінші жартысында жайылымдардың өнімділігі айтарлықтай төмендейді. Сондықтан көктемгі жазғы бұзаулар үшін сүтпен қоректенгеніне қарамастан қосымша қоректік заттарды алуға ықпал ететін және олардың дамуын тездететін құнарландырылған жеммен үстеме жемді ұйымдастыру өте маңызды. Күзгі төлдеу көбінесе негізгі төлдету маусымында қысыр қалған сиырлармен ұйымдастырылады. Сонымен қатар, күзде шағылыстыруды негізгі шағылысу маусымы кезеңіне дейін қашыру жасына және тірі салмағына жетпеген қашарлар үшін ұйымдастырылады. Сондай-ақ күзгі төлдеуді белгілі бір маркетингтік әдіс ретінде пайдаланады. Яғни күзде туылған бұзаулар келесі жылдың көктемінде 18-20 айлық болады және физиологиялық жетілудің қажетті жасына жетіп, шағылысу маусымына қатысуға дайын болады. Бұл әсіресе бұқаларды сату кезінде маңызды. Күзгі төлдеуді өткізу үшін тұрақты азық-түлік базасын ұйымдастыру және оның болуы міндетті шарт болып табылады. Өйткені қыста ұстау кезінде сиырдың сүттілігі мен кондициясын қамтамасыз ету үшін жеткілікті жоғары жем шығыны болады. Ал қазірдің өзінде өсіп келе жатқан бұзау да жеткілікті мөлшерде жем жейді. Қысқы төлдеу Қазақстанның көптеген аймақтарында ұсынылады. Бұл жайылымдық маусымның ұзақтығына, кейде жайылымдардың өнімділігінің төменділігіне байланысты. Себебі жайылымдық өсімдіктердің максималды дамуы кезінде бұл мамыр маусым жайылымдық күтімге қол жеткізу үшін жануарлардың, яғни бұзаулардың асқазан ішек жолдары жеткілікті дамыған болуы қажет. Және олар жайылымдардың әлеуетін және жайылымдылық кезеңде сүт өнімділігі артатындығына байланысты сиырлардың әлеуетін
пайдалана алу керек. Бірақ әрине көктемгі төлдеу және жазғы күзгі төлдеу өмір сүруге құқылы. Бұл жағдайда бізге қысқы төлдететін бөлім бар. Өйткені қыста солтүстік Қазақстан жағдайында өкінішке орай төмен температураға байланысты далада төлдету мүмкін емес. Бұл бөлмеде біз жаңа төлдеген сиырларды төлімен ұстауға арналған арнайы торларды көреміз. Олар өз кезегінде жеке бас сақтауға арналған торлардан топтық торларға өзгертілуі мүмкін. Мұнда төлдеу өтеді. Бұзаулар туады. Туылғаннан кейінгі алғашқы күндерде бұзаулар сиырмен бірге жеке торларда ұсталады. Сиырларды жемдеу далада арнайы қашаларда жүзеге асырылады. Және түнде олар қайтадан бұзаулармен бірге орналастырылады. Төлдеуді жүзеге асыру үшін кейде патологиялық төлдеулер болады. Кейде шудың түспей қалуы және тағы да басқалары немесе ұрықтың қисық келуі болады. Әр түрлі іс қозғалыстар жасау үшін мойын қысқышы бар осындай кішкентай қашаның болғаны жөн. Босануға көмектесу, шудың түспей қалуы, немесе сиыр бұзауды қабылдамаған жағдайда біз оны механикалық тұрғыда бекіте аламыз. Сосын төменгі бөлікті ашып, бұзауға анасын емуді үйретеміз. Етті мал шаруашылығында сиыр бұзау жүйесін құру және сақтау өте маңызды болып келеді. Бұл негізгі жетістік. Әсіресе өмірдің алғашқы күндерінде бұзау анасынан сүт алады. Және соның арқасында оның асқазан ішек жолдары туылғаннан кейін бейімделіп, одан әрі дамиды. Төлдеу кезеңінде күн сайын күніне бірнеше рет аналық малға бақылау жүргізу қажет. Босанудың жаршысы деп аталатын желінің құйылуы, вульваның сыртқы жыныс мүшелерінің ісінуі, вульвадан сұйықтықтың ағу сияқты төлдеудің жақындау белгілері бар сиырларды төлдету орындарына жақын орналастырады. Төлдеудің басталуының белгісі кейде көрінетін толғақ пен күшену. Нақты белгілер болып қынаптан төлдің сыртқы қорғаныс қабының шығуы, шарана сұйықтығының көрінуі табылады. Бұл туралы толығырақ келесі бейнеден көре аласыз. Дайындық кезеңінде жатырдың бұлшық еттерінің толқын тәрізді жиырылуы толғақ пайда болады. Жиырылу ұрық пен ұрық суларына қысым жасайды. Нәтижесінде олар жатыр мойнына қарай жылжиды. Бұл оның арнасының ашылуына келеді. Бұл қысымның әсерінен жатыр мойнының ашылуы соншалық. Оларда ұрық сулары бар ұрық қабының біраз бөлігі қынапқа түсіп, сыртқа жартылай шар тәріздес тербелмелі көпіршік түрінде шығып тұрады. Қысымнан қап жарылып, ұрық суларының бір бөлігі сыртқа шығады. Сиырлардағы бұл кезең шамамен 6 сағатқа созылады. Босану кезеңінде ұрық қабының жайылуымен сұйық ағыммен ұрық жамбас каналына еніп, босану каналының рецепторларына қысым арқылы қоздыруын және құрсақ тығыршығының жиырылуын тудырады. Толғақ. Жатыр мен құрсақ тығыршығының жиырылуының күшеюі әсерінен ұрық жатыр мойнымен қынап арқылы толығымен сыртқа қарай итеріледі. Осыдан кейін ұрықтың шығуы аяқталады. Кіндіктің үзілуі орын алады. Бұл кезең 20 минуттан 3 сағатқа дейін созылады. Шу кезеңі ұрық туылғаннан кейін басталады. Сиыр тынышталады, бірнеше минутқа созылатын үзіліс басталады. Содан кейін жатыр қайтадан жиырыла бастайды. Бірақ құрсақ тығыршығының салыстырмалы түрде әлсіз қатысуымен немесе онсыз жиырылу ұрық қабының толық шығарылғанына дейін жалғасады. Бұл кезең 10 сағатқа дейін созылады. Ұрық шығарылғаннан кейін және шуы толығымен түскеннен кейін босану аяқталады. Етті мал шаруашылығында көбінесе босану өздігінен өтеді. Бірақ кейде әр түрлі себептерге байланысты ұрықтың өздігінен босану каналдарынан шыға алмайтын жағдайы айтарлықтай патологиялық босану кездеседі. Сондықтан ұрық қабының тұтастығы бұзылып, сұйықтықтың одан аққаннан кейін 40 минут ішінде төлдеу болмаған жағдайда сиырдың босануына көмектесуді бастау қажет деп саналады. Ең дұрысы білікті ветеринарлық маманға хабарласу.
Туылғаннан кейін бірден бұзауды сабанмен сүртеді. Сиырға жылытқызады, мол сабан төселген бөлек жеке қораға орналастырады. Туылғаннан кейін бірден инфекциялық патогендік агенттердің енуіне жол бермеу үшін кіндікке антисептикалық тазарту жүргізіледі. Жеке бокста сиыр бұзауымен 3-5 күнге дейін тұрады. Алғашқы 1-2 сағатта бұзаудың уызының алғашқы бөлігін алуы маңызды болып есептеледі. Уыздың бірінші бөлігінен бұзаудың иммунитеті қалыптасады. Бұл оның одан әрі өсуі мен дамуы үшін маңызды. Осы кезеңде сиыр бұзау жүйесі қалыптасады. Сиырда аналық инстинкт бекітіледі. Бұзау анасын иісінен табуды үйренеді. Бұзау 5-6 реттен 10-12 ретке дейін қоректенуі мүмкін. Яғни бұзаудың асқазан ішек жолдары қалыптасады. Егер сиыр бұзауды қабылдамаса, бұл көбінесе алғашқы рет төлдегендерде және қашарларда болады. Сиыр мойын фиксаторының көмегімен бөлек қашада бекітіледі. Бұзау желінге жіберіледі. Егер бұл да көмектеспесе, сиырды тыныштандыратын седативті дәрі-дәрмектер салынады. Болашақта әдетте сиыр бұзауын қабылдайды. Бұзаулары бар сиырларды төлдеу бөлімшесінің жанында орналасқан арнайы қораларда жеке ұстағаннан кейін бұзаулары бар сиырлардың 30 басқа дейінгі тобы ұйымдастырылады. Бұл қашаларда бұзаулардың әлеуметтенуі жүреді. Топта бұзаулар аналарын табуды үйрену. Қолайсыз ауа райында қорған ретінде мұндай қашалардың ішінде қалың сабан төселген жеңіл бөлмелер жабдықталады. Мұндай бөлменің қабырғасында бұзаулар ғана өте алатын тесік ұйымдастырылады. Бұзаулары бар сиырларды 10-14 күн шегінде 30 бас аралығындағы шағын топтарда ұстағаннан кейін сиырларды бұзаулармен бірге 110-115 бастан тұратын үлкен топтарға біріктіреді. Бұл ретте аналық басты азықтандыруды жүзеге асыратын азықтық үстелдер жабдықталған жайылым жемдеу алаңдарына орналастырады. Жайылым жемдеу алаңының ауданы мал басына 25-30 метрден болғаны жақсы. Серуендеу жем алаңында не шатыр, не оңай салынатын жеңіл үй-жай жабдықталады. Ауданының нормасы аналық малдың басына 3 шаршы метрден кем емес. Мұнда сиырлар бұзауларымен жайылымға шыққанға дейін ұсталады. Жайылымдық ұстау кезеңінде біздің жағдайда мамырдың 2-ші жартысында шатырлардың астында немесе бұзауларды тамақтандыруға арналған үй-жайларда шөпке арналған, құнарландырылған, жемге арналған және минералды үстеме жемдеулер берілетін астаулар орнатылған. Жекке секцияларды құрайтын арнайы асханалар жабдықталады. Біздің жағдайда құнарланған жем ретінде сұлының тұтас дәні қолданылады. Мұндай асханаға тек бұзаулар кіре алады. Онда да қалың сабан төселген. Осылайша бұзаулар сол жерде демала алады. Қосымша жемдене алады және сонымен қатар ең қажетті нәрсе ана сүтіне ие болады. Белгілеу маңызды зоотехникалық шара болып табылады. Белгілеу арқылы біз көптеген қажетті ақпаратты сақтай аламыз. Мысалы, шығу тегі, жасы, ветеринарлық шаралар және басқалары. Көптеген белгілеу әдістері бар. Ең көп тарағандары бұл биркалау, татуировка жасау, суық немесе ыстық таңба басу және электронды сәйкестендіру. Биркалау ірі қарамалды сәйкестендірудің міндетті әдісі болып табылады. Ол құлақ қалқанына ақпарат жазылған арнайы бирканы орнатудан тұрады. Артықшылығымен қатар мысалы, жануарды визуалды түрде сәйкестендіру мүмкіндігі, оның маңызды кемшіліктерінің бірі жоғалту. Жануарлар көбінесе бирканы жоғалтады. Және сәйкесінше бұл жануарлар туралы барлық ақпарат жоғалуы әбден мүмкін. Татуировка өмір бойы сәйкестендіру әдісі. Ол татуировка жасауға арналған тушпен жүні жоқ құлақ қалқасының ішкі жағына
арнайы әріптер мен сандарды арнайы құралмен салудан тұрады. Бұл әдістің артықшылығы оның өмір бойы тұратындығында. Кемшіліктерінің бірі көп уақытты қажет етеді. Жануарды нақты бекіту керек. Сонымен қатар бұзау өсіп, оның құлақ қалқаны ұлғайған сайын сандар сәйкесінше үлкейіп, олардың оқылуы нашарлап кетуі мүмкін. Сондай-ақ, ересек жануарды сәйкестендіру үшін, тексеру үшін жануарды жақсы бекіту қажет. Таңбалау да сәйкестендірудің қосымша әдістерінің бірі болып табылады, және өмір бойы сәйкестендіру әдісі ретінде қызмет етеді. От жалынының көмегімен қызарғанға дейін қызған металдан жасалған әріптер немесе сандар түріндегі таңбаларды салудан тұрады. Көбінесе арқаның артқы бөлігінің сауыр аймағына басылады. Өте қолжетімді әдіс. Бірақ орнату үшін жеткілікті тәжірибе қажет деген мағынада қауіпті болып келеді. Егер сіз жеткілікті уақыт басып тұрмасаңыз, онда жүннің беті күйіп, бірақ жүннің түбі зақымдалмай қалады. Жүн өскеннен кейін мұндай таңбаны ажырату мүмкін болмайды. Тым ұзақ уақыт ұстаған кезде терінің қалың, терең қабаттары зақымдалып, ауыр күйік пайда болады. Бұл ауыр қабынуға әкеледі. Әсіресе, егер бұл көктемде жасалған болса, кейде іріңді жаралармен жалғасады. Оны жазда жасауға болмайды. Тек күзде және ерте көктемде ғана болады. Сондай-ақ таңбалау суық әдіспен жасалады. Бұл ретте арнайы салқындатылған құралдар мен әріптер, сандар түріндегі таңбалар басылады. Бұл таңбалауға көптеген ақпарат енгізуге болады. Бұл реттік нөмір болуы мүмкін. Бұл туған жылы, санмен немесе әріппен кодтау және тағы басқалары болуы мүмкін. Суықпен таңбалау туралы толығырақ ақпаратты келесі бейнеден көре аласыз. Таңбалау әдістерінің біріне суық тәсілмен таңбалау жатады. Оның ыстық таңбалау тәсілінен артықшылығы ол қатты ауыртпайды, және оны жылдың кез келген уақытында өткізуге болады. Ол үшін біз алдымен таңба басуды жоспарланған жердің жүнін қырып тастаймыз. Біз не қыра аламыз, не болмаса қырқаламыз. Сәйкестендіруді жүргізуге ыңғайлы болатын орын таңдалады. Бұл жағдайда сауыр аймағы. Оны көз деңгейінде де, ат үстінде де көруге болады. Қырыққаннан кейін біз теріні жүн қалдықтарынан тазартып, таза спиртпен өңдейміз. Спирт тері қалыңдығына төмен температураның өткізгіші болып табылады. Суық таңбаның әсері құралды қолдану орнында тері мен төмен температураға ұшыраған кезде ғана жүн фолликуласындағы жасушалардың өлуінде. Олар жүннің пигментациясына жауап береді. Ол әріптер сандар түрінде таңбалары бар осындай құрал. Салқындатылған құрал дайындалған жерге басылады және жануардың жасына байланысты 40-тан 60 секундқа дейін ұсталынады. 3-4 аптадан кейін таңба басқан аймақтың жүні түсе бастайды. Және шамамен 1-2 айдан кейін пигментациясыз жүннің өсуі басталады. Яғни қара жануарда ақ түсті жүн өседі. Ақ немесе ақшыл түсті жануарларға салқын түрде таңба қою үшін сіз тақыр таңба жасай аласыз. Ол үшін біз құралды 2 минут немесе одан да көп уақыт бойы ұстаймыз. Осылайша жүні түсіп, біз қолданған оқылатын таңбалар пайда болады. Сұйық азотта салқындатылған таңбаны
өңделген жерге басамыз. Бұл жағдайда цифрдың барлық аймақтары терінің жүніне жабысатындай ақырын ғана теңселтеміз. Шаруашылықта қабылданған нөмірлерге сәйкес нөмірде бекітіледі. Таңбалаудың белгілеу үшін жануарды бекітуді қажет ететін кейбір басқалардан, мысалы чиптеу және кішкентай биркалардан артықшылығының бірі, бұл жағдайда суық тәсілмен қашықтықтан сәйкестендірудің мүмкіндігінде. Нөмір дерекқорда сәйкестендірудің басқа әдістермен байланысады және әрбір жануарға тағайындалған таңба нөмірі, чип нөмірі, бирка нөмірімен сәйкестендірудің басқа әдістері шаруашылықтағы бірыңғай базасына енгізіледі. Чиптеу электронды чипті енгізуден тұрады. Бұл бұзаудың терісінің астына сәйкесінше енгізілетін тері асты чипі болуы мүмкін. Электрондық биркалар бар, яғни биркада чип те бар. Болюстер бар. Олардың ішінде де чип бар. Онда ақпарат сандар түрінде шифрланған. Бұл бірегей номер. Тері асты чипі терінің астына салынады. Электрондық бирка сәйкесінше құлақ қалқасына орнатылады. Ірі қара малға арналған болюс берушінің көмегімен асқазан ішек жолына енгізіледі. Өздеріңіз білетіндей, асқазанның күрделі құрылымына байланысты барлық ауыр заттар жиналатын тордың төменгі бөлімі бар. Болюс сол жерде қалады және өмір бойы жануардың сол жерінде орналасады. Сіз чипті оқу құралын 20-30 сантиметр қашықтыққа жақындатып чипті оқи аласыз және жануарға берілген бірегей нөмір чип оқу құралында көрсетіледі. Оған өз кезегінде осы фермада бекітілген ақпарат қосылады. Терасты чиптің артықшылығы ол іс жүзінде жоғалуға бейім емес. Бір рет енгізілгеннен кейін ол өмір бойы сақталады. Жануарды ауыстырып жіберу қиынға соғады. Яғни, бұл сенімді әдістердің бірі болып табылады. Электрондық бирканың электронды чиптен артықшылығы бар, бірақ кемшіліктері де жоқ емес. Яғни, бұл белгіні жоғалтуда немесе жануарды ауыстыруы да мүмкін. Болюстер бұл күрделі әдіс және сирек кездеседі. Бізбен сәйкестендірудің негізгі әдістері көрсетілді. Сонымен қатар сәйкестендірудің қарғыбау, респондерлер, жануарлардың мүйіздерінде нөмірлерді жағу, жылу, сондай-ақ жүнді қырқу, арнайы маркерлерді пайдалану және тағы басқа сияқты уақытша белгілеу әдістері бар. Жас жануарларды сәйкестендіру үшін бірнеше әдістер қолданылады. Олардың бірі биркілеу. Құлаққа жеке нөмірі бар бирка орнатылады. Екінші құлағына біз шаруашылық нөмірі бар белгіні орнатамыз. Онда біз туған күні мен анасының нөмірін көрсетеміз. Бирканы құлақтың ортасына тамырлар арасында орнату керек. Бұл жағдайда ол ұзақ тұрады. Саусақ бойымен осында. Сәйкестендірудің қосымша әдісі ретінде чиптеуге рұқсат етіледі. Біздің жағдайда бұл тері асты чипі. Ол құлақтың түбіне тері астына енгізіледі. Бұл жағдайда чип қоныс аудармайды және сою кезінде басы кәдеге жаратуға кетеді, немесе құлағы кесіліп, чиптің тағамға түсуіне жол берілмейді. Чип стерилді инеде орналасқан және бақылау үшін чипті біз міндетті түрде оқуымыз керек. Әрбір чипте бірегей нөмір болады. Ол кейінірек дерекқорда барлық басқа сәйкестендіру әдістерімен байланыстырылады. Ет бағытындағы өнімділігі, мал өсіру кәсіпорынның жетістігі көбінесе біз жоғарыда айтқан барлық технологиялық аспектілер мен элементтерді өткізуді ұйымдастырудың дұрыстығына байланысты. Негізгі мақсат етті малдан жоғары өнімділікті алу кезінде шығындарды азайту болып табылады.